Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге қазақ тұлғаларының және қазақтардың тұрмыс тіршілігін суреттейтін әртүрлі фотосуреттерге шолу жасайтын боламын. Бұл шолуда мен сіздерге қазақ тұлғаларының немесе қарапайым қазақ халқының былайша айтқанда киімдерін, фото түсу барысындағы әртүрлі жестерін барлығын толықтай сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Сол үшін арнаға тіркеліп бейнеге лайк басып барынша өз қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Ал достар, бірінші фотосуреттен бастайық. Мына фотосуретте ең бірінші бір көзге түсетін киім бұл сол жақта отырған ер адамның бас киімі. Бұл бас киімді сіз бұрын соңды көрмеген боларсыз және қазір айтатын боларсыз, қазақта бұндай бас киім болған жоқ деп. Бірақ сіз қателестіңіз. Бұл бас киімнің аты күлпара немесе басшылық. Қазір фотосуретін, жеке сол бас киімнің фотосуретін көрсететін боламын. Ал достар, бұл екінші фотосуретте біздер қазақ отбасысымен бірге орыс және француз отбасын көре аламыз. Бұл дегеніміз 19 ғасырдың соңында түсірілген фотосурет, және бұл фотосуреттің өзі жалпы қазақ жеріне өзге ұлт өкілдерін қоныстандыруды нық айқындайды деп айта аламыз. Ал достар, бұл үшінші фотосуретте біздер сол жақ шетте тұрған Тұрар Рысқұлов атамызды көре аламыз және оң жақ беткейдегі моңғолдарды көре аламыз. Яғни бұлар Моңғолия азаматтары. Бұл жерде Тұрар Рысқұлов атамыз не істеп жүр десеңіздер, бұл фотосурет Тұрар Рысқұлов атамыздың Моңғолияға сапар шеккендегі фотосуреті болып табылады. Және тағы бір қызықты дерек айтып кетейін. Осы қазіргі таңда Моңғолия астанасы Улан Батордың атауын қойған дәл осы біздің атамыз Тұрар Рысқұлов болып табылады. Бұл ақпаратты да біліп жүріңіздер. Көпшілік, былайша айтқанда, көбіне маған YouTube'да кішкентай балалар, әртүрлі ересек жастағы кісілерде тіпті осы сұрақты қойып жатады. Бұл қандай сұрақ десеңіздер, бұл неге ескі фотосуреттерде адамдар күлімсіреп түспейді, көбіне шаршаңқы күйде түседі деп айтып жатады. Бұның себебі бар. Ол кездердегі фотоаппараттар өте баяу түсіретін болған. Мысал, қазіргі кезде біздер 1-2 секундта бір кликпен ғана тез арада түсіре аламыз. Ал ол кезде бір орында қозғалмай бірнеше уақыт бойы тұрасың және де бұл фотосуреттің түсірілуін, яғни көп уақыт бойы күтесің. Сәйкесінше түріңде шаршаңқы болып түсіп қалады. Қазір сіздерге сол ескі фотоаппараттармен түсірілген қазақтардың фотосуреттерін көрсететін боламын.
Достар, тағы бір көп қойылатын сұрақтардың бірі бұл: неге қазақ тұлғалары көбіне мұрт өсірген? Және бұның себебі бар ма? Бұның себебі бар. Бұл қандай десеңіздер, кезінде сақтардың, ғұндардың, түркілер кезеңіндегі әртүрлі ескерткіштерді және әртүрлі тарихи сол кезеңдерді адамдарын бейнелейтін суреттерді көрсеңіздер, әр қайсысында әдеміленген мұрт көре аласыздар. Бұл сол кездерден ақ мұрт өсіру сәнді болған, яғни түркілер, ғұндар, яғни біздің ата-бабаларымыз көбіне мұрт өсірген білдіреді. Сәйкесінше Алашорда кезеңінде де, одан бергі кезеңде де әлі де сол ата-бабаларымыздан қалған аманатты, былайша айтқанда, атадан балаға жеткізіп келе жатыр деп айтуға толықтай нық дәлел бар. Ал достар, осымен қазақтың ескі фотосуреттеріне шолу жасау рубрикасы аяқталды. Келесі бейнеде тағы қандай фотосуреттерге шолу жасайын, нақтырақ қандай қазақтың сіз білмейтін ұлттық киімдері туралы айтайын, соны пікір алаңға жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.